Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, білім алушылар. Бүгін сіздермен бірге КМ3 кәсіптік модуль Азия елдерінің тағамдарын дайындау, оның ішінде Корей ұлттық тағамдарын дайындау, олардың мәдениетімен танысу, тағамдар дайындаудағы ерекшеліктерін түсіну, міне осындай үлкен тақырыпта сіздермен бүгін сабақ өтеміз. Сабағымызды бастамас бұрын сіздерге бір элемент көрсетейін. Бұл біздің жаңа Корей еліндегі бір жағынан амандасуға жатады, бір жағынан рахмет айтуды білдіреді. Сондай үлкен мағыналы элемент бар. Осы элементті мен бірге қайталап, сіздерге сол Корей мәдениетіне бір қадам болса да танысып көріңіздер деген ниет бар. Оларыңызға бәріміз орнымыздан тұрып, екі алақанды бір-бірімізге біріктіріп, барлықтарына бірінші сәлематсыздар ма? Бүгін мен сабаққа келгендеріңізге рахмет. Бүгінгі сабақты бастаймыз деп бір-бірімізге амандасайық. Жақсы, рахмет. Отыра беруге болады. Бүгін сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын біз өткен тақырыпты қайталауымыз керек. Өткен тақырыпты қайталауымызда білесіңдер, біз Азербайжан тағамдарын өттік. Бұл да Азия елдерінің тағамдарының ерекшелігіне жатады. Азербайжан ұлттық тағамдарын қайталау мақсатында үй тапсырмасын орындаймыз. Үй тапсырмасын орындауға қазір мен сендердің алдарына оқу бағдарламасы арқылы спиннердің көмегімен, яғни дөңгелекше көмегімен кімнің бүгін сабақ айтатынын анықтаймыз. Олар болса барлығымыздың назарымыз интернеттің ортада болсын. Үй тапсырмасын айтатын бізде Мадина тұра ғой. Ал Мадина, саған өткен тақырып бойынша Азербайжан ұлттық тағамдарының ішіндегі кейіннен қолданатын дәмдеуші адам есін ашты. Қайсысы деп ойлайсың? Шафа? Жақсы. Жақсы. Дұрыс жауап бердің, отыра ғой. Келесі бізде Гүлназ. Сенің сұрағың құдағи бұл деген не деп ойлайсың? Бәліштің түрі қымырдан жасалған ішке көкіресін немесе ет салынатын салма, ысталған балық тағамы, тауық етінен сорпа немесе сусынның түрі. Не деп ойлаймыз? Қымырдан жасалған ет салма, көрейік. Дұрыс, рахмет. Келесі. Рахмет үй тапсырмасына ұлттық тағамы ол бізде күріш, яғни палау, иә? Палау. Біз тексереміз жауабын. Жақсы, жарайсыңдар. Біздің үй тапсырмамыз аяқталды. Тағамдармен танысу, олардың мәдениетімен, ерекшелігімен. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы сабақтың соңында Корей ұлттық тағамдарын толық меңгеру, түрлерімен, ассортиментімен, олардың мәдениетімен танысу, шикізаттардың сипаттамасымен танысу, олар бір-бірімен қалай үйлесімді бола ма, бір-біріне сіңімділігі жағы, құнарлылығы жағына сәйкес келе ма? Міне осындай сұрақтардың бүгін анық-қанығына жетіп, сабақтың мақсатына жетеміз деген ойдамын. Олай болса, барлықтарын бүгінгі күннің реті дәптерлеріне жазып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып, және мен айтқан мағлұматтарды дәптерлеріне жаза отырыңдар. Негізі Корей ұлттық тағамдарында ең көп пайдаланатын өнімнің бірі ол күріш, сорпа тағамдар екен. Оның ішінде пачаны, кимчи, намуль, хари, хчим, покким және тағы басқа осындай күріш пен сорпа тағамдарынан дайындалатын тағамдардың түрлері бар екен. Корей тағамдарының дәмі ащы, тағамдар дайындау кезінде дәмдеуіштер өте көп пайдаланады. Әсіресе оның ішінде қызыл күріш, сондықтан көптеген корейлік тағамдар қызғылт түсті болып келеді. Сонымен қатар Корей халқының бұрышы тек қана оңтүстік Америкадан Португалияға әкелген кезде 16 ғасырда ғана қолдана бастаған екен. Содан кейін Корей тағамдарын дайындаудың дәстүрлі тәсілі қалыптасқан. Тез бұзылатын тағам өте жоғары бағаланады. Ал Корей тілінде дәмді және ыстық түсініктер синонимге айналған. Бұл дегеніміз Корей тағамдары өте тез дайындалады және ыстық күйінде, балғын күйінде дастарханға беріледі. Енді сендерге атақты дәмдеушілермен таныстырайын. Өздерің білесіңдер, көп кездестіріп жүресіңдер. Мысалы, дүкендегі сөрелерде осы көп кездеседі. Және қазір ең Корей фастфуд дейміз ғой, жеңіл тамақтар, тез тағамдар ішінде ең көп танымал ол әрине рамен, мысалы ыстық кеспе, салқын кеспе, өздерің білесіздер, күнделікті өздерің жақсы пайдаланасыңдар.
қазір жасөспірімдер арасында бұл кеңінен пайдаланатын ыстық тағамдардың түрі. Бұл соларға ең көп пайдаланатын тұздықтардың түрлері қандай екен? Ол дәмдеушілеріміз соя тұздығын білесіздер. Бұның түрі алуан түрлі. Тек қана бір, екі, немесе бірнеше түрмен шектелмейді, 30-40 түрге дейін түрлері бар соя тұздығы. Әрине ол өзінің құрамы бойынша. Оның бізге ең көп кездесетін бұл качуджан, ашты томат пастасына ұқсайтын ашты бұрыштан жасалған қоспа. Тұздық десек те болады бұны. Одан кейін цветжан. Бұл да көкөністер мен сарымсақ, бұрыштардың қоспасынан жасалған тамаққа ашты бергендер, жаңа ашты дәм бергендер, ерекше дәм бергендер арналған тұздықтардың бірі. Өздеріне дәптерлеріне осыны жазып қойыңыздар. Өздерің білесіңдер, Корей ұлттық тағамдары Азия ұлттық тағамдарына кіргендіктен бұл көптеген әдебиеттерде теңіз өнімдері, балық өнімдері, балғын етті, оның ішінде сиырдың балғын етін жиі пайдаланады. Сондай-ақ тағы ең көп кездесетін өнімдердің бірі, өздерінде кездестіріп жүрсіңдер, естіп жүрсіңдер, бұл әрине тұздалған көкөністер, оның ішіндегі тұздалған қырыққабат кимчи. Кимчиді корейстер 80% барлық тағамдарына қосады. Барлық тағамдарына. Бірінші тағам болсын, екінші тағам болсын, ол түспасар болсын, салқын тағам болсын, міндетті түрде құрамына кимчи қосады. Күніне қанша уақыт тамақтанады, сонша уақыт осы кимчиді пайдаланады десек, артық айтпаймыз. Кимчи дегеніміз ол күріш пен көптеген көкөністерді қосады, әдетте қышқыл және өткір келеді. Ең танымал көкөніс тағамдары кимчи болады. Ал енді осы кимчиді дайындалу жолын мен сендерге видеоматериал арқылы көрсетемін. Ферментация деген білесіңдер, ферментация деген қышқылдау деген сөз. Сам фудсайт – это самый популярный и самый удобный продукт среди среднестатистического населения. Оно представляет собой разновидность корейского меню главным ингредиентом, который выступает жареная на гриле свиная грудинка. В ресторанах грудинку подают в едокам в сыром виде. Обычно... Ал енді білмаушылар, сендерге негізгі Корей ұлттық тағамдарымен таныстырып өттім, олардың түрлерімен, олардың дайындалуын енді сіздерге келесі сабағымызда тереңірек түсіну үшін тапсырма беруге отыр. Бұл тапсырмада сендер әрқайсың, бұнда 4 топ отыр, топқа бөлініп 4 топ отыр екенсіңдер. Осы әр топ Корей ұлттық тағамдарын өздері тауып, сол жайында мағлұмат жинаса. Бұл шығармашылық жұмыс болады. Әр таңдаған тағамдарыңызды қорғап, олардың түрлерін, дайындалуын, шығу тарихын, болмаса тағы басқа қандай қызықты ақпарат таба аласыздар, сол бойынша толықтырсаңыздар болады. Олай болса сіздерге тапсырма, шығармашылық жұмыс, Корей ұлттық тағамның біреуін таңдап, соған сипаттама беріп бастасаңыздар болады. Уақыт 10-15 минут. Бізге берген тапсырма бойынша Корей ұлттық асханасындағы ең танымал тағамды таңдап алдық. Оның ішіндегі маржу деген тағамды таңдап алдық. Айта кетсек, оның шығу тарихы барлық Корей асханасындағы әйгілі чушпара тәрізді тағам. Оның түп тамыры Қытай асханасымен тығыз байланысты. Маржу Кореяға шамамен 4-6 ғасырларында Қытай арқылы келген. Алғашында маржу діни рәсімдерде және сарай асханасында дайындалған. Жақсы, рахмет. Қандай ақпарат қоса аласың? Мандудың дайындалу несі? Қандай өнімдер қолдануға болады? Мандудың ішінде әртүрлі өнімдер алынады. Сиыр еті, шошқа еті, тауық еті, тофу, кимчи, қырыққабат, жасыл пияз, сарымсақ, күнжіт майы, күріш, Корей дәмдеушілері, қамыры жұқа және жұмсақ болып білінеді.
Дұрыс. Дайындалу сәттері: қайнатылған манду, бұлғап пісірілген манду, қуырылған манду және соңға қайнатылған манду болып бөлінеді. Рахмет, Рафик. Жарайсың. Ашылысына қандай ақпарат қоса аласың? Мандудың ерекшелігі ішкі салмасы өте бай, қамырышқа жасалады, әртүрлі тәсіл дайындалады және де дәмдеуіштері жеңіл. Жақсы, рахмет. Жақсы. Сендер бүгін қандай тағамды таңдады? Кебап. Жақсы. Кебап туралы қандай ақпарат жинадыңдар? Кореяның танымал ұлттық тағамдарының бірі аталы кеш, теңіз балдыры бар күріш деген білдіреді. Ол балдырға оралған күріштің ішіне көкөніс, жұмыртқа, ет, балық салып дайындалады. Күрішке әдетте күнжіт майы және тұз қосылады. Ол 19-20 ғасырларда шыққан. Жақсы, рахмет. Сендердің топ басқа топтарға ерекшеленіп, осы Корея еліндегі ұлттық сусындардың, ең көп тараған сусындардың бірін соджуды таңдапсыңдар. Сол бойынша қандай ақпарат жинадыңдар? Соджу Кореядағы ең танымал өте күшті алкогольді сусын. Соджудың пайдасы қан айналымды жақсартады, ас мөлшері тамырларды кеңейтуі мүмкін. Ас қорытуға көмектеседі. Пайдалы тағамнан кемшісі ас қорытуды жеңілдетеді. Сол себепті корейлер оны ет тағамдарын ішеді. Стрессті азайтады, жүйкені босаңсытады. Әлеуметтік ортада көңіл күйді көтереді. Антисептикалық әсер ертеректе жара тазалауға қолданылған. Ішуге емес, сыртқы қолдану ретінде. Маңызды ескерту: көп ішсе денсаулыққа зиян. Ауыр кимчидің түршін асан түрі, одан ең танымал болған 10 шақты түрлері. Бечхо кимчи Қытай қырқабатынан танымал. Ккатуги текше буралдан белгадан жасалған. Ой кимчи қиярдан жасалған. Шансық жеңіл тез дайындалатын кимчи. Жақсы, рахмет. Енді бүгінгі сұхбатымызды қорытындылап, жақсы ақпаратыңызбен қорытындылау үшін келесі тапсырманы сіздерге ұсынып отырмын. Бұл Ньюспарни бағдарламасы арқылы жасалған викториналық сұрақтар. Бұл жерде әркім өзін бағалайды, өзінің бүгінгі сабақтан алған білімін қорытындылайды. Сол үшін қазір тапсырма барысында ең бірінші сіздерге өздеріңіздің бүгінгі сабақтан түйген білімдеріңіз, содан кейін сіздердің жылдамдықтарыңыз бұл жерде ескермені орындауға кірісеміз. Олар үшін мен қазір бағдарламаны іске қосайын. Барлықтарыңыздың ұялы телефондарыңыз қажет болады. Экранда берілген QR кодты кіріп тіркеліңіздер. Барлығымыз тіркеліп болған сияқтымыз, жарайсыздар. Олай болса бүгінгі тапсырмамызды ары қарай жалғастырып, жақсы бағалар алады деген үміттемін. Бұл бағалар бағанағыдан бері орындалған тапсырмаларда алған бағаларымен бірге бірігіп, соңында журналға қойылатын болады. Сондықтан жақсы жауап беруге тырысыңдар. 15 секундтарың бар. Осы сұраққа жауап жасаңыз. Кенже қандай тағамдар не жатады? Жас рахметтердің бәрі алынған екен, олай болса олардың жауаптарын көрейік. Ашылған көкөніс тағамы екен. Кім қалай жауап берді? Соны көрейік. Бірінші болып не жауап берген екен? Ане, жомарт, сабыр, гүлназ, айсыл, мадина. Жарайсыңдар, бірінші болып осы оқушыларымыз жауап берді. Соңынан жауап берген оқушыларымыздың әрине балы бір балға төмен болады. Жақсы. Келесі слайдты қосайық. Келесі слайдта кимбаптың негізгі құрамы қандай? 15 секунд ішінде жауап берулері керек. Тыныштық сақтайық, бала тыныштық сақтайық, жауап береміз. 3 оқушымызға Ане, жомарт, айсыл, жақсы бағалап отыр. Келесі тапсырма. Топ дегеніміз не? Топ дегеніміз не? Сол 15 секунд ішінде жауап беруіміз керек. Барлығымыз бірге атсалысайық. Жақсы, алған бағаларымызды көрейік. Жақсы, жомарт, үздік нәтиже көрсетіп, бірден 15 бал алып отыр. Жарайсың. Келесі, бибимбап сөзі қандай мағынаны білдіреді? Барлығымыз бірге жауап береміз. Жақсы, жауаптарымызды көрейік. Бұл жерде Ақылбек, Альбина, жомарт, сабыр, жақсы, үздік нәтиже көрсетіп отыр. Жарайсыздар. Енді алған бағаларды көріп өтейік. Ең ішінде үздік болған бұл бізде Ақылбек, Альбина, жомарт, сабыр 19 ұпай жинап отыр. Одан кейін Рабир, Алия, Гүлназ, Айсұлу 18 ұпай жинап отыр. Камилес, Азамат, Аружан, Айша, Малика, Мадина, барлығы жақсы ұпаймен жинаған. Тек қана жылдамдығынан ғана отырып отыр. Бүгін атсалысқан барлық білім алушыларға үлкен рахметімді айтамын. Бүгін біздің сабақта Корея ұлттық тағамдарымен танысып, олардың шығу тарихымен, мәдениетімен, дайындалу технологиясымен, жалпы мәдениетпен ғана шығармашылық жұмыс беремін. Өздерін таңдаған Корей ұлттық тағамы болсын, ұлттық сусыны болсын, соған тоқталып сипаттама жасап, шығу тарихына, технологиялық карта жасап, шығу тарихына сипаттама жасап келіңдер. Өздерін таңдаған ұлттық бір тағамын алып. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сендерде жақсы білім қалыптасты, жақсы мағлұмат алды деген ойдамын. Үй тапсырмасын бердім. Енді